Міне мынандай есеп берілген. X жақшаның ішінде 4x қосылған 5-тің кубы dx. Егер қазір кубтың формуласын салып ашатын болсақ, онда көп мүшеліктің әрбір мүшесінің алғашқы функциясын тауып қосылғыш түрінде жазуға болатын еді. Солай ма мынау? Ашу оңай. Ал егер 5 дәреже, 6 дәреже болса, онда өйтіп істеу қиын. Сондықтан бұл жерде былай істеп көреміз. Мынаны қазір 4-тен 1-ге көбейтсек, интеграл 4x қосылған 5 куб dx болады, сондай. Тең 4-тен 1 интеграл. Енді былай істеп көрейік. 4x қосылған 5-тің кубы қосылған 5, 4x қосылған 5-тің кубы алынған 5 көбейтілген 4x қосылған 5-тің кубы десек. Қазір мынаумен мынаны қысқартып жіберсек кетеді ғой. Қайтадан бұрын қалады, иә? Тең 4-тен 1 интеграл. Енді осы жерден біз бірінші екеуінен 4x қосылған 5-тің кубын жақшаның сыртына шығарсақ, 4x қосылған 5-тің кубын жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде не қалады? 4x қосылған 5 минус 5 көбейтілген 4x қосылған 5-тің кубы. Мынау dx. Мынаны қалай түрлендіргеніміз түсінікті ма? Бәрі дұрыс, тең 4-тен 1 интеграл. Енді мынаның әрқайсысын бөлек-бөлек интегралдаймыз. Мынау 4x қосылған 5-тің кубы көбейтілген 4x қосылған 5 нені береді? 4x қосылған 5-тің 4 дәрежесі dx минус мынау 5, мына 4-тен 1, мынау 4 бұрышы жақшаны ашамыз. 5 бөлінген 4 интеграл 4x қосылған 5-тің кубы dx. Нәрде сұрақ бар ма? Қалай шыққанда? 4-тен 1 тең, не алдайсың? 4-тен 1 Қай жерде 4-тен 1 кетті? Мына 4-тен 1-ді біз қазір мынағанда көбейтіп, әрқайсысын бөлек-бөлек интегралап жатырмыз. Енді мынаны былай жазамын. 4-тен 1 интеграл 4x қосылған 5-тің 4 дәрежесі d 4x қосылған 5 десем, мынау d 4x қосылған 5 неге тең болады? Кім айтады? 4 dx-қа тең болады, иә? 4x қосылған 5-тің туындысы көбейтілген 4 dx-қа тең. Сонда біз 1/4 артық кетіп жатыр мына жерге. Сонда мына жерге бөліміне 1/4 көбейте салайық. Сонда 4d 4x плюс 5 ол 4 dx-қа тең. 4-пен 4 кетсе, бастапқы мына жағдайға келеді. Мына жерде не істегеніміз түсінікті ма? Алынған 5 бөлінген 4, нәрде тура сөйтсек 4-ті бөліміне 4x қосылған 5-тің кубы d не дейміз? 4x плюс 5. Сұрақ бар ма бұдан? Енді осы жерде 4x қосылған 5-ті u деп белгілесек, или p деп белгілесек бәрібір. Онда біздің бұл интеграл тең болады. 16-тан 1, ема 16-тан 1. Интеграл p-ның 4 дәрежесі dt минус 5 бөлінген 16 интеграл p-ның 3 дәрежесі dt болады ғой. dt бәрі дайын тұр, dx. Тең 1 бөлінген 16 көбейтілген t-ның 4 дәрежесі ол t-ның 5 дәрежесі бөлінген 5 минус 5 бөлінген 16 t-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 тұзайдасын плюс c тең 16 мен 5 көбейтсек 1 бөлінген 80 t-ның орнына бірден не істей салайық? Неге тең соны қоя салайық? Жақшасымен бірге 4x қосылған 5-тің
5 дәрежесі 1 бөлінген 80, иә. Минус, мына жақта 5 бөлінген 64 болады, иә. 4х қосылған 5-тің 4 дәрежесі плюс с. Яғни үстіпте не істеуге болады? Шығаруға болады. Енді куб дәрежесі болса мына жердегідей, онда ашықты шығара беруге болады мынау. А плюс b-ның куб деген қысқаша көбейту формуласы. Ал егер интеграл x 4х қосылған 5-тің 13 дәрежесі болса dx, ол кезде уже осындай жол пайдаланған жақсы. Бұдан да басқа жолдар бар, бірақ біздің қарастырып жатқанымыз осы